Біреулер қол жұмсауға дейін барады. Әке шешесі үнемі жаңағыдай итпен мысықтай араласып өмір сүрген болса, тым жақсы, жып жуас, жап-жақсақ жігітті сондай агрессивный тиранға айналдырып жіберуі мүмкін да. Ол үйтіп жүргісі келмесе де, ол қыз сияқты жүрісі болуы мүмкін, әйел азаматтары сияқты жүріспен жүруі мүмкін. Қоғамдағы қатыгездік, отбасындағы зорлық-зомбылық жайлы небір жан түршігерлік жаңалықтарды әлеуметтік желден күн сайын кездестіреміз. Қазіргі карантин жағдайында қатыгездік, озбырлық тіптен өршіп кетті. Ал дін мен ата дәстүрінде мұндай озбырлық, қатыгездікке тыйым салынады, қатты сынға алынады. Бағзыдан жеткен сөздер аталарымыздың болмыс танымын аңғартады. Мысалы, ысқырып атқан киіктің обалы жоқ дейді. Бұл бабаларымыздың биік парасатын көрсетіп тұрған бір белгі. Алла адам үшін жаратқан соң киік несібе болады, қажеттіліктен аулайды. Сөйте тұра ысқырып ат дейді. Киікке де мүмкіндік берілу керек. Әйтпесе обал дейді. Жануарға жанашырлық танытқан бабаның ұрпағы қазіргі таңда адамға, жақынына неге соншалықты қатыгез? Осы сұрақтарға жауап алу үшін практик психолог Қасым Эльмира ханымды ғибрат дүниетанымдық бағдарламасына шақырған едік. Тамашалаңыз. Қазіргі кезде әлеуметтік желіні ашсақ, негатив, зорлық төбелес. Соңғы уақытта қатыгездіктің көбеюін пандемия кезінде оқшауланумен байланыстыра аламыз ба? Иә, байланыстыра аламыз, себебі пандемияға дейін әркімнің өзінің шаруасы болды, белгілі бір жұмысы болды деген сияқты. Пандемия, жаңағы карантин, бәрі үйде бір жерде оқшаулану керек болды. Оған дейін де конфликттері бір іштей болсын, сырттай болсын, жаңағыдай конфликттері болып жатқасын, енді бәрін бір жерге оқшаулап қойғасын, әрине ол нәрсені шешу қиын. Себебі, мысалы үшін, ерлі-зайыптылар арасында сондай бір кикілжің болған болса, мысалы үшін, жолдасы жұмысқа кетеді, әйел үйінде қалады, немесе әйелі жұмысқа кетеді, жолдасы жұмысқа кетеді. Олардың сол бір мәселені шешуге деген бір қашу сияқты ғой. Екеу екі жаққа қашып жүрді, мәселе сол күйінде қала берді. Ал енді оқшаулану, олар ешқайда қаша алмайды. Бірге енді екеу ара оны шешу керек, түсінісу керек. Сол үшін әрине жанжал болады. Ол нәрсені қалай айтсам болады. Жанжалды әркім әртүрлі шешеді ғой. Біреулер қол жұмсауға дейін барады, біреулер жай сөзбен түсінседі деген сияқты, көзбен ұғынысады деген сияқты. Әрине әсері өте жоғары. Мен ойлаймын, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың да өршіп, ұлғайып кеткені де сол пандемияның әсерінен деп, себебі кеше ғана жұмысқа барып, жаңағыдай отбасының жаңағы бір айлық шығынын өтеп жүрген адам енді жұмыссыз үйде шамалы ғана ақшамен күн көру керек болды деген сияқты. Сондай материалдық жағдайда ол әсер етеді. Ресми дерек бойынша, отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтан Қазақстанда жылына 400 әйел көз жұмады деген статистика келтірілді. Бір-бірін сүйіп қосылған бір отбасының ішіндегі бұндай қатыгездік неден шығады? Тұрмыстық зорлық-зомбылық ол нәрсені тереңнен алып қана қарастыра аламыз. Мысалы үшін, кеше ғана жақсы еді, бүгін отбасы болды, жаңағыдай бір мәселе туындады, олар шеше алмады, зорлық-зомбылыққа барды деп атүсті ғана қарай алмаймыз. Себебі жүгеріні егіп, бидайды шыққанын күте алмаймыз ғой. Сол себепті олардың жаңағы модель поведения дейміз ғой, ерлі-зайыптылардың рөлін ойнауы, рөлін сомдауы балалық шағына тағы да үңілеміз. Енді психоанализ бойынша бәрін балалық шаққа келіп іздейміз ғой. Олардың ата-анасының бір-бірімен қарым-қатынасы үлкен рөл атқарады. Саналы түрде болсын, бейсаналы түрде болсын, ол ата-анасының модель поведения дейді ғой, жаңағы соны қайталайды. Мысалы үшін, бір отбасыда кикілжің барлық жерде болады. Ол қалыпты жағдай. Кикілжіңсіз өмір мүмкін емес. Бірақ біреулер оны жаңағыдай сөзбен түсінісіп, жаңағы бір-бірінің ойын тыңдап, бір шешімге келеді, ортақ шешімге. Ал басқа бір адамдар олар қол жұмсайды, қатыгездік. Жаңағыдай ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі деп қазақ баяғыдан айтып кеткен ғой. Жаңағы қыз баласы жаңағы анасының сөйлеген сөзін, істеген қылығын қайталайды, ер баласы әкесінің қылығын қайталайды деген сияқты. Сол нәрседен шығады бәрі де. Отбасында дұрыс үлгіні көрмеген, ата-анасы ит пен мысықтай болған бала дұрыс отбасын құрамын десе қайтпек керек?
сол кикілжіңді отбасыда туған бала жаңағыдай тереңнен өзі жаңағыдай байыбына бару керек қой, глубоко должен осознать деп атамыз ғой, сол нәрсені білу. Менің ата-анам сондай болды, бірақ мен дәл оны қайталауға міндетті емеспін. Бірақ негізінде өз-өзімен, ішкі әлеммен жұмыс істемеген адамдарға ол өте қиын болады. Бейсаналы түрде сол нәрсені істейді. Мысал үшін, егер қыз әке-шешесі үнемі жаңағыдай итпен мысықтай ырылдасып өмір сүрген болса, ол қыз бейсаналы түрде жаңағы тым жақсы, жып-жуас, жап-жақсақ жігітті сондай агрессивный тиранға айналдырып жіберуі мүмкін да. Саналы түрде емес, әрине бәрі де. Саналы түрде ешкім зорлық-зомбылықты көргісі келмейді. Бейсаналы түрде жаңағыдай, қалай айтсам болады, оның воображениесіндегі, елесіндегі жаңағы жолдасы, ер азаматы әкесінің формасына ұқсау керек. Ол саналы түрде ұнататын, әкеме ұқсамайтын ер адам, ішпейді, шекпейді, өте жақсы, сондай ибалы, мәдениетті, жаңағыдай иманды деп таңдап алады да, бірақ жаңағыдай сол ер адамның өзгеріп кетуіне способствовать етеді, септігін тигізеді, себебі мына ішіндегі әлеміне сәйкес келмейді, себебі мына ер азаматтың образы. Сол нәрсені түсінгенде, бәлкім ол жаңағыдай ойына тыйым сала бастайды, шектеу қоя бастайды, тіліне шектеу қоя бастайды, әдемі бір компромиске жолдасымен келе алатын шығар мүмкін. Жасөспірімдер, қыздар, ұлдар арасындағы жан түршігерлік қанды төбелес қатыгездікті көріп жүрміз. Үлкендер біздің кезімізде бұлай болмаған, шекіссек те жанымыз ашып тұрушы еді, өмірін қиюға бармайтын едік дегенді де айтады. Қазіргі жастардың қатыгездігі неден шығып отыр? Бұл ненің жемісі? Оны былай айтсам болады. Жалпы агрессияны соншалықты бір қорқынышты нәрсе сияқты қарастыруға болмайтын шығар мүмкін. Себебі агрессия деген не? Агрессия деген күш. Егер сізде сондай бір жойқын күш болмаса, сіз өмірдегі кейбір нәрселерге төтеп бермеседіңіз. Ол ашуыңыз сізді бір жаңағыдай сынып қалатын, мойып қалатын жерде сізді сол ашумен, даже тіпті мысал үшін алып айтатын болсақ, бір нәрсені көтеру үшін сіз күшену керексіз. Ол да бір жаңағы, ол да агрессияның түрі ғой. Сол сияқты өмірдегі кейбір нәрселерге төтеп беру үшін агрессия должен присутствовать адамда. Бірақ жасөспірімдердегі агрессияны мен айтар едім, ол деген адамның бейсаналы ішіндегі жаңағыдай бір эмпатиясы дұрыс емес направлениеға кетіп қалған. Жалпылама алып қарайтын болсақ, барлық балдарда агрессия болады, барлық адамдарда болған сияқты. Ал мына жасөспірімдік кезеңдегі агрессиясы ол тікелей физиологиялық өзгерістеріне байланысты. Жасөспірімдердің гормондар өзгерісі болады. Мысал үшін ер балдада жаңағы дауысы жуандай бастайды, қыз балдардың дауысы жіңішкере бастайды деген сияқты, физиологиялық денесіндегі өзгерістер пайда бола бастайды деген сияқты. Сол кездегі агрессиясы ол қалыпты, себебі физиологиясында көп өзгеріс болып жатыр. Оған түсіндірілген жоқ, ұғындырылған жоқ, бала білмейді қалай оған әсер ету керек екенін. Сосын жаңағыдай іште болып жатқан жаңағы тасқынды қайқа жіберетін білмей жатыр да. Сосын жаңағыдай осындай кикілжіңдерге тап болады. Ішіндегі кикілжің болып жатқан бала ол сондай ортаны орнатады, немесе қалыптастырады. Кез келген жерден жаңағыдай бір кикілжіңді нәрсені шығарады. Мысалы үшін кейде байқайсыз ғой, тып-тыныш болып тұрған жерден бір адам шу шығарады. Жаңағыдай айтады ғой, на ровном месте айқай шығаратын адамдар болады. Сол сияқты ол ішінде кикілжіңі болып жатқан жасөспірім оны сыртқы ортаға міндетті түрде шығарады. Әрине, енді оны бөліп те қарастыруға болады. Тағы да жаңағыдай отбасындағы мәселені де жоққа шығаруға болмайды. Себебі жасөспірімдердің арасында бір белгілі бір мәселе туындады ғой. Бірақ бұл жасөспірімдер жаңағыдай қол жұмсауға барып жатыр. Мына жасөспірімдер жаңағыдай тағы да басқа әрекеттерге барып жатыр. Ол да жаңағы отбасындағы модель поведениеға алып келеді. Мысалы үшін үйінде жанжал қалай шешіледі. Соған да байланысты. Бірақ мен ойлаймын, негізгі мәселесі сол физиологияға өзгерістеріне тікелей байланысты. Егер сол уақытта сол нәрсені сауатты ата-ана түсінген болса, баланың сол агрессиясын жаңағы сол ішіндегі болып жатқан импульстерін басуға бір арна тауып беру керек. Мысалы, суретпен айналсын, тағы білмеймін, бір спорттық секцияларды жаңағыдай барсын деген сияқты. Бір арна тауып беру керек қой.
Иә, мәселе бір қолын босату емес, мына қалай айтсам болады сізге. Мысалы үшін кейбір адамдар болады, иә, шамалы бір білмеймін, туылғаннан сіз байқайсыз, ер адам, бірақ дауыс жіңішке, басқа адамдарға ұқсамайды. Ондай бір болды ғой, бүкіл ауылда бар ондай, иә. Ауылды өмір болсын, қала болсын, әйтеуір сондай бір адамдар болады. Бірақ енді ол адам сознательно түсінеді өзінің ер адам болып жаратылғанын, иә. Ол өзінің жаңағыдай тәніне ешқандай қарсылығы жоқ, ол сол тәнін қабылдады. Бірақ физиологиялық ерекшелігі бар оның. Ол үйтіп жүргісі келмесе де, ол қыз сияқты жүрісі болуы мүмкін, әйел азаматтары сияқты жүріспен жүруі мүмкін. Ол сөйлегені, қылықтары әйел адамды көрсетіп тұруы мүмкін, бірақ ол дегеніміз барып жаңағыдай өзінің түбегейлі жынысын өзгерту керек деген мәселе емес қой, мысалы үшін. Ол өзінің сол іште болып жатқан импульстерді бір басқа бір арнаға ауыстыру мүмкін. Ол мысалы үшін суретке алмастыру мүмкін. Сол іштегі болып жатқан жаңағы, қалай айтсам болады, толқындарды басқа бір арна тауып беру керек. Сол кезде ол жаңағыдай агрессиямен жаңағыдай мына жерде жасөспірімдер төбелесіп жатса, мысалы үшін бүкіл агрессиясын ішіндегі шығарып жатыр ғой, мына жақта одан бір керемет суретші шығатын шығар, мүмкін керемет бір спортшы шығатын шығар, білмеймін, тағы қандай нелер бар. Сол үшін ойлаймын, жасөспірімдік кезеңге дейін баланы дайындау керек, өзінің бір икеміне қарай, қызығушылығына қарай. Қазір көп қой түрлі курстар. Мысалы үшін тігін тіккіңіз келсе, тігіннің курсы бар. Сіз керемет шешен сөйлегіңіз келсе, жаңағы ораторлық курстар бар деген сияқты. Сол баланың ерекшелігіне қарай кішкентайынан бейімдеп, сондай бір уақыт өткізетін, өзінің бір ұнамды әрекетін жасауға көмектесу керек деп ойлаймын ата-аналарға. Аңсар орталығының парақшаларына тіркеліп, біздің өнімдерімізден ғибрат алыңыздар.